Әл-Бақара сүресі 189-205 аяттар. Олар сенен, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айдың толуы жайында сұрайды. Ол құбылыс адам баласы уақытты анықтау үшін және қажылық сапардың мерзімін білу үшін деп жауап бергейсің. Имандылық дегеніміз елге көрінбей үйдің артқы есігінен кіруде емес. Имандылық адам баласының тақуалық жолмен жүруінде. Сондықтан да мәңгілік бақытқа жетемін десеңдер, үйдің алдыңғы жағындағы негізгі есігінен ақ кіре беріңдер. Бірақ Құдайдың қаһарына ұшыраудан қорқыңдар. Сендерге қарсы майдан ашқандар мен Алланың хақ жолында шайқасыңдар. Бірақ шектен шығып кетіп жүрмеңдер. Ақиқатын білер болсаңдар, Алла шектен шыққандарды жақсы көрмейді. Соғыс майданында кездескен жерде жауларыңды өлтіріңдер. Кезінде сендерді құт мекендерің Меккеден қуғандай, оларды да тұрған мекендерінен қуып шығыңдар. Фитна, күпірлік қарапайым пендені имансыздық пен теріс жолға азғыруы. Майданда адам өлтіргеннен де жаман іс. Жауларыңның өздері кенет шабуыл жасамаса, Әл-Харам мешітінің маңайында майдан ашпаңдар. Ал егерде жауларың өздері соғыс бастаса, өлтіріңдер. Кәпірлер осындай жазаға лайық. Егерде олар соғыс қимылдарын тоқтатса, онда сендер де тыйылыңдар. Алла бәрін кешіруші әрі шексіз мейірімді. Жаулардың жауыздық әрекеттері тыйылғанша, Алланың діні үстемдік құрғанша, олармен соғысып бағыңдар. Ал егерде олар соғыстан тыйылса, арандатушылардан өзгелерге дұшпандық жасамаңдар. Қасиетті айдың қасиеті, жұрттың барлығына бірдей қасиетті. Оны бұзғандардың дауасы жаза. Кімде-кім сендерге қалай дұшпандық етсе, сендер де сол дәрежеде шайқасыңдар. Алладан қорқыңдар. Алла тақуалар жағында екенін біліңдер. Алланың жолында садақа беріңдер. Өз қолдарыңмен өздеріңді өлімге байламаңдар. Ізгі амалдар жасаңдар. Ақиқатында Алла жақсылық жасағандарды жақсы көреді. Алланың разылығы үшін қажылық пен умраны толық өтеңдер. Егерде ниет етіп ихрам киген соң әлде бір себептермен шыға алмай қалсаңдар, өздеріңнің шамаларын келген малды Құдай жолына құрбандыққа шалу міндеттелінеді. Меккедегі құрбандық шалуға арналған орынға жетіп, құрбандықтарыңды шалғанша шаштарыңды алмаңдар. Ал басында жарасы бар немесе ауру болғаннан шашын алуға мәжбүр болса, онда ораза тұту, садақа беру немесе құрбандық шалу арқылы пидиясын өтеуі лазым. Ал егерде аманшылықта болып, қажылыққа дейін умра мен таматтух жасасаңдар, шамаларын келген малды құрбан шалу міндеттелінеді. Кімде-кім құрбандыққа мал таппаса, шамасы келмесе, қажылық кезінде 3 күн, қайта оралғаннан кейін 7 күн, барлығын толық 10 күн ораза тұту міндетті. Бұл тәртіп Әл-Харам мешітінің төңірегін мекендейтін халық үшін емес, сырттан келгендер үшін. Алладан қорқыңдар. Жазалауға келгенде Алла қаһарының қатты екенін естерінен шығармаңдар. Қажылық міндеті белгілі айларда өтіледі. Осы айларда қажылық парызын өтеуге ниеттенген пенденің әйелімен жыныстық қатынасқа түсуіне, күнә жасауына, өзгелермен жанжалдасуына тыйым салынады. Қандай жақсылық жасасаңдар да Алла оны біледі. Жолға шығарда қоректенетін азық-түліктеріңді алыңдар. Ақиқатында ең жақсы қорек тақуалық. Уа, сана сезім иелері, менің қаһарымды туғызудан сақтаныңдар. Тәңірлеріңнен ризық сұраудың сендерге еш айыбы жоқ. Арафаттан түскен соң Машғарил харамның Муздалифаның тұсында Алланы еске алып зікір етіңдер. Бұрын сендер де көп адасқандардың бірі болатынсыңдар. Алла жарылқап тура жолға салды. Содан соң Арафат тауының адамдар барып қайтқан жерінен қайтыңдар. Алладан жарылқау тілеңдер. Ақиқатында Алла кешірімді, ерекше рахымды. Қажылық амалдарын жасап болғаннан кейін ата-бабаларыңды естеріңе алғандай, немесе одан да көбірек Алланы зікір етіңдер, естеріңе алыңдар. Жаратқан есіне алып дұға жасағандардың кейбіреулері Раббымыз
бізге дүние игілігін бере көр деп жалбарынады. Ондайларға ақыретте несібе жоқ. Ал тәңірлеріне зікір айтып дұға жасап, уа жаратқан бізге мына дүниенің игілігін де ақырет байлығын да бере көр, тозақ отынан сақтайсың дейтіндер де бар. Міне, солай деп жалбарынғандар үшін өздеріңнің жасаған сауапты амалдарына лайық мол сыйлықтар бар. Алланың есебі тез. Белгіленген күндері Аллаға зікір, ташрих тәкбірін айтыңдар. Ал кімде-кім асығып, таслақтыру рәсімін 2 күнге орындаса, енді біреулер үлгере алмай 3-ші күнге кешіктіріп жатса да, оларға күнә жазылмайды. Бұның барлығы тақуалар үшін уәжіп болған ғибадаттар. Алладан қорқыңдар, оның құзырына жиналатындарыңды біліңдер. Дүниелік тіршілікте сөйлеген керемет сөздерімен сені таңқалдыратын адамдар бар. Жүрегімде берік иманым бар, деп олар Алланың атымен ант етеді. Ал шын мәнінде ол адам ешкіммен мәмілеге келе алмайтын жаншалшыл дәукес пенде. Онда 200-лер былай шыға бере айналасына зиянкестік жасай қалса, елдің еккен егініне, баққан малына залалын тигізеді. Жауыздық жасаушыларды Алла жақсы көрмейді.